Ертеде, ешкі жүні бүрдеде, қалың орман арасында шағын үйшікте кішкентай жеті лақтарымен бірге ешкі өмір сүріпті. Олар жайма шуақ күннің астында өте бақытты өмір сүріпті. Лақтардың анасы ешкі өзге аналар секілді өз лақтарын қатты жақсы көріпті. Қолынан келгенше лақтарын қасқырдан қорғап жүріпті. Бір күні ешкі орманға тамақ әкелуге дайындалып жатады. Кетпес бұрын жеті лақтарын жинап оларға ескерту айтады. Менің сүйікті лақтарым, мен орманға бәрімізге тамақ әкелуге кетіп бара жатырмын. Есікті ешкімге ашушы болмаңдар. Егер қасқыр үйімізге кіріп кетсе, бәрімізді жеп қояды. Есіктің артында қасқыр тұрғанын қалай білеміз? Қасқырдың даусы жуан, ал менің даусым жіңішке болады. Сондықтан сендер оны ажырата аласыңдар. Ешкі есіктен шығып бара жатып бір нәрсе есіне түсіп кетеді. Ол өздерінің лағына қарап былай дейді. Лақтарым, қасқырдың даусы жуан, ал менің даусым жіңішке болады. Жарай ма? Анашым, уайымдамаңыз. Біз оны ажырата аламыз. Сіз бара беріңіз. Ешкі өзінің лақтарының бетінен сүйеді де орманға кетіп қалады. Осы сәтте қасқыр алыс жерден үйшікті торолдап тұрады. Ешкінің кеткенін көрген қасқыр үйшікке келіп есікті қағады. Бұл кім? Лақтарым, есікті ашыңдар, мен сендердің аналарыңмын. Сендерге орманнан дәмді тағам әкелдім. Кішкентай лақтар қасқырдың жуан даусын танып қояды. Сен біздің анамыз емессің. Себебі оның даусы жіңішке және әдемі. Ал сен қасқырсың, бізді алдай алмайсың. Кішкентай лақтардың тапқырлығынан қасқыр ашуланып кетеді. Кейіннен ол қолыққа басып, дүкенге барып құрт сатып алып жейді. Онан соң оның даусы жіңішке болып қалады. Қасқыр үйшікке келіп есікті қайтадан қағады. Лақтарым, есікті ашыңдар, мен сендердің аналарыңмын. Сендерге дәмді тағам алып келдім. Қасқырдың жіңішке даусын естіп, лақтар бұл өздерінің аналары екен деп ойлайды. Есікті олар ашуға бара жатқанда, арасындағы біреу айтады. Тоқтаңдар. Есіктің алдындағының аяғына қарайық. Есіктің астынан қасқырдың қара аяғын байқайды. Біз саған есікті ашпаймыз. Сен біздің анамыз емессің. Оның аяғы қара емес, ақ түсті. Қасқыр өзінің іс-әрекетінің нәтижесі шықпағанына мұңданып кетеді. Бұл жолы ол наубайханаға жол тартады. Наубайханашы қасқырды көріп таңырқап қалады. Мен енді ет жемеймін. Оның орнына бәліш пен нан жейтін боламын. Сондықтан маған кішкене ұн бере аласыз ба? Қасқыр үйшік маңайына келіп, ұнды өз аяғына себеді. Енді оның аяғы да ешкінікі секілді әппақ болып қалды. Қу қасқыр үшінші рет есік қағады. Менің кішкентай лақтарым, есікті аша қойыңдар. Мен сендердің аналарыңмын. Сен бізге әуелі өз аяғыңды көрсет. Сонда сен біздің анамыз екеніне сенеміз. Қасқыр өзінің оң себілген аяқтарын көрсетеді. Ақ түсті аяқты көрген кішкентай лақтар қасқырға сеніп есікті ашады. Бірақ есікті ашқанда олар үлкен қасқырды көреді. Қатты қорқып кеткендерінен не істерлерін білмей қаша жөнеледі.
Бірінші лақ үстелдің астына, екінші лақ төсекке, үшінші лақ пешке, төртінші лақ асханаға, бесінші лақ жүгіріп киімдердің арасына, алтыншы лақ перденің артына, жетінші лақ қабырғадағы үлкен сағаттың артына тығылып үлгереді. Қаша бермей бері келіңдер, мен сендерді тауып аламын. Қасқыр 6 лақты да тауып жеп қояды. Ал сағатқа тығылған 7-ші лақты мүлдем таба алмайды. Қарны тойған қасқыр оны іздемей үйшіктен кетіп қалады. Үйшік маңайындағы өзеннің жағасына барып, қорылдап тәтті ұйқыға кетеді. Сүт пісірім уақыттан кейін ешкі үйіне оралады орманнан. Ашық тұрған есікті көрген ешкі бір жамандықтың болғанын сезіп, айғайға басады. Менің лақтарым! Менің лақтарым! Ешкі үйіне кіргенде шошып кетеді. Сынған үстелдер мен орындықтар, үзілген перде. Ешкі өзінің лақтарын іздеуге кірісіп кетеді. Бірақ оларды мүлдем таба алмады. Өзінің лақтарының атын атап шақыра бастады. Бірақ ешкімде жауап бермеді. Сағаттың жанына барғанда ешкі өзінің 7-ші лағының атын атайды. Анасының жұмсақ даусын естіген лақ жауап береді. Анашым, мен сағаттың ішіндемін. Ешкі жүгіріп сағаттың жанына барады. Өз лағын бауырына қысып қатты құшақтайды. Анашым, аяғы ақ түсті, даусы жіңішке, қасқыр менің бауырларымды жеп қойды. Болған жағдайды естіп, ешкі қатты қайғырады. Өзінің жалғыз лағын ертіп орманға қарай беттейді. Жола екеуі ағаш түбінде ұйықтап жатқан қасқырды байқайды. Ешкі қасқырдың ішінде қимылдап жатқан нәрсені көзі шалады. Сол сәтте ешкінің ойында жоспар пайда болады. Менің лақтарым қасқырдың ішінде болғаны ғой. Демек ол әлі де тірі. Үйшікке барып, ине, жаңа қайшы алып кел. Лақ өзінің анасының айтқан орындауға кетеді. Сол сәтте ешкі үлкен 6 тасты жинауға кірісіп кетеді. Бірнеше минуттан кейін лақ анасы сұраған заттарды алып келеді. Ешкі қасқырдың ішін кесіп, өз лақтарын шығарып алады. Өз көзіне өзі сенбей шексіз қуанады ешкі. Лақтарым, сендер аман екенсіңдер ғой. Ешкі өз лақтарын ертіп үйшігіне қайтады. Қасқыр ұйқыдан оянғанда ішінің ауырып жатқанын сезеді. Бірақ ештеңеден күдіктенбеген қасқыр өзенге су ішуге барады. Әрбір қадамнан соң ішіндегі тастар бір-біріне ұрыла бастайды. Ішім-ай, ішімнің ауырып кеткенін қараш, мен жеген лақтар тасқа айналып кеткеннен соң ма? Өзенге барып су ішуге еңкейгенде тепе-теңдікті сақтай алмай суға құлайды. Ішіндегі тастар ауыр болғандықтан қасқыр суға батып кетеді. Қанша айғайлап көмекке шақырғанымен ешкімде келмеді. Қасқырдың суға батқанын көрген ешкі мен лақтары өзен жағасына келеді. Сол күннен бастап лақтары мен ешкі өз үйшіктерінде бақытты ғұмыр кешеді.